Көкенайға барған капитан азалы қартқа сәлем берді. Одан дастарханға шақырғанына отыра қалып, сөзге тарта бастады. Ақсақал, мен сізді түсінемін. Балаңыздың ғұмыры қысқа болған шығар. Пендешілік деген осы. Бірақ сіз маған мынаны айтыңызшы. Өз әйеліңізді тауыпсыз, одан марқұм баланы тауыпсыз. Қалай таптыңыз? Деп сұрады. Қалай тапқанда, інім-ау, мен осы ауылдың тумасымын ғой. Өзен ағысының жолын білем. Кемпірімді өзіміз десем, анау баланы ауыл басшысы өтініш жасап қоймады. Және де сауап болар деп барып едім, Құдай қарасып табыла кетті, деді ақсақал. Әрине капитанның қарияның сөзіне сенгеннен басқа амалы жоқ, өйткені өзен бойында өскендер бәрін біледі. Мысалыға, балықшылар жағада тұрып судың балығы көп жерін көрсете алады. Сондай-ақ өзен жағалаған Көкенай қарт та тоғай ішіне ағып барып жиналып қалған ағаштарға қарап болжай алады. Демек, судың ағысы осы жер деп мүрде жататын жерді тұспалдап көрсетіп береді. Сол үшін бұл кісі белгілі жерлерді қарап жүріп мүрдені тапқан болатын. Оны мына капитан қайдан білсін? Бұл адам қалада туған, өзен көрген дейсіз бе? Дегенмен қарияның екі мүрдені тапқаны ештеңеге дәлел бола алмайды. Сонда мына отырған кісіден күдіктенудің керегі жоқ. Және де кісі өлтірген адам формадағы милицияның алдында мұншама сөйлеп емін-еркін отыра алмайды. Керісінше құтылғанша асығады. Бұл кісі үйге кір, шай іш деп дастарханға шақырып отыр. Осыдан-ақ тәжірибелі капитанның қарияға деген күмәні болмады. Сонда да ананы мынаны сұрап сөзге тартып көріп еді. Мен оларды Құдайға тапсырдым, басқа айтарым жоқ, деген қария саусағын шошайтып көкті көрсетті. Бұл сонау Құдай жоқ деп коммунистер көпірген заман болса да, қарияны түсінген капитан: жарайды, аға, нан ауыз тидім, енді рұқсат болса мен барайын, деп шығып кете барды. Қайтсын, отыра бергеннен пайда жоқ. Әрі-бері түртпектеп еді, қарт кісі ештеңе айта қоймады. Осылайша ақсақалдан әлде қандай ақпарат алсам деп барған капитан бос қайтты. Одан келіп жас лейтенантқа есік сықалатты. Сөйтіп қылмыскер мен құрықтаушылар бір үйдің ішінде ит пен мысықтай бірін-бірі аңдып жатты. Қызық екен, мына тергеушілердің мұнысынан нәтиже бола ма? Одан да қарттың көңіліне қарамай келіннің қолына кісен салулары керек па? Негізі бұлардың қолынан ол да келеді, бірақ ажар қыздың қатысы болмай шықса, анау ақсақалдан ұятқа қалады. Дегенмен үмітсіз шайтан деген тәмсіл бар. Ажарға деген күдік жоқ емес. Ал енді таңға қарағанда байына ерген келіншек көлікке отырды. Олардың соңдарынан сақалын сипап ақсақал жетті. Сөйтіп, мына үйде 3 милиция мен науқас кемпір қалды. Сол кезде сырттай сығалап жатқан капитан лейтенантты түртіп ымдап жіберді. Сонда төсегінен атып тұрған жас жігіт зып беріп жатын бөлмеге жетті. Тримоның айналасын қара деп бастығы тапсырған. Бөлмеге кірген жігіт ең бірінші айнаның алдын қарағанда ол жер тап-тұйнақтай таза шықты. Одан төменгі тартпасын ашып қарады. Одан да ештеңе таппады. Соңында бұрышта тұрған тазикке жетті. Түндегі шырылдаған суы жоқ. Тіпті төсекте тұрған қос жастықты да мұқият қарады, алайда бір тал шаш таба алмады. Есесіне ашық қалған терезені көрді. Сөйтіп тұрғанда ауладағы көлік орнынан қозғала берді. Енді тұра беруге болмайды, ақсақал кіріп қалуы мүмкін. Бөлменің есігін іліп алып асықпай қараса болады. Оған ұят деген тағы бар. Анау шал баса көктеп кіріп келсе қайтеді? Негізі ол заманның қарттары келіннің бөлмесіне кірмейтін еді. Бәлкім қазірде сондай шығар, кім білсін. Алайда қаланың баласы ондайды біле ме? Қорыққаннан атып шығып өз бөлмесіне кіріп үлгерді. Арадан бірер секунд өткенде қақырып түкірген томаш ақсақал жетті. Не жаңалық бар? Айта бер, балақай. Ешқандай, басеке, ешқандай жаңалық жоқ. Барлық жер жылан жалағандай тап-таза, дейді лейтенант. Қалай сонда? Мен айтқан айнаның алдын қарадың ба? Деп сұрады капитан. Иә, қарадым, деп сыбырлаған бала кінәлі адамдай басын төмен салды. Жастық пен төсекті ше? Түндегі тазикті ше? Деп сұраған бастығы таң қалды. Айттым ғой, жолдас капитан, бәрін қарадым, бірақ ештеңе жоқ. Сіз айтқандай тарақта жоқ екен. Мүмкін қолындағы ақ сөмкесіне салып кеткен болар, деп иығын қысты лейтенант. Да, мына келіншек бізге осал жау болмайын деп тұр екен, деп күбірлеген капитан теріс айналып жата кетті. Ал біраздан кейін күн шығып жер ағарды. Құманын көтеріп шыққан ақсақал қарқылдап жүріп бет жүзін шайды.
Оның соңынан жаулығы желпілдеп науқас бәйбіше көрінді. Содан соң қазан ошақ сыңғырлап, шай қойылды. Иығына шапанын жапқан қария келіп есік қақты. Терезенің алдына бар, су кеппей жатып жақсылап қарап шық. Бір тал шаш болса да шаш табуың керек, деді капитан. Содан соң жөтелген болып, есік қаққан қарияға белгі берді. Әрі қарай үлкен бөлменің ішіне жиналып, таңғы ас ішті. Абай балаңыз ұқыпты жігіт ағасы. Біз кеткенше жұмыс істесе, біраз тәжірибе жинап алады, деген капитан ақсақалды сөзге тартты. Иә, інім, ол менің 4 қыздан кейін Құдай берген жалғызым ғой. Өзің сияқты ортаншыл болса жаман болмайды, деп мақтанды маңғаздана сөйлеген Томаш қарт. Мұнысы дұрыс-ақ, қарға да баласын аппағым дейді. Кім баласын жаман дейсін? Шай басында сөйлеген қария сол отырғанда әңгіменің түбін түсірді. Алдағы күндері кіші қызы келетінін айтып, одан 2 тентек жиені барын қосты. Қысқасы, бала мен келінің қалаға кеткенін, дәрігерге көрінетінін тағы айтты. Балаңыз бізге керек боп қалар деп отырғанбыз. Бірер күнде келеме екен, деп сұрады капитан. Білмеймін, інім, дәрігер не айтады, соған қарап көрер, деп қайырды ақсақал. Осыдан кейін капитанның жоспары бұзылды. Бала келгенше совхоз ғимаратында боламыз деп алғыс айтып сөзді көбейте берді. Себебі терезе алдын қарауға кеткен лейтенант келе қоймады. Сол баланың кешіккеніне қарағанда айғақ болар бірдеңе тапты ма екен деп ойлағанша болмады. Әй, інім, тағы бір жігіт бар еді ғой, ол қайда, деп сұраған қарт есікке қарады. Ол жігіт түнде асқазаным деп шықты. Тысқа кеткен болар, деді капитан. Бұл деген ыңғайсыз жағдай еді, өйткені есікке қарап алаңдаған қарт шыға қалса, тоңқаңдаған жас лейтенант терезе алдында жүрсе, өзі де жас келін мен жалғыз бала жататын бөлменің терезесінің алдында көрінсе, әрине ондайда мына отырған әккі шалда күдік болатыны сөзсіз ғой. Мұндайда кім болса да күдіктенеді. Келініңнің терезесінің алдында бөтен біреу тіміскіленіп жатса, сіз не деп ойлайсыз? Міне, осыны ойлаған капитан сөзді бұрып жібергісі келді. Ақсақал, қанша жыл от астыңыздар, деп сұрады. Онысына әлденеге алаңдаған қария, 43 жыл, інім, деп қысқа ғана қайырды. Содан соң қолындағы кесесін қоя салып, тағы да есік жаққа қарады. Одан құлағын түріп, тыңдағандай болды. Шалдың мұнысы капитанға одан сайын күдікті көрінді. Осылар бізді үйлеріне әдейі шақырған жоқ па екен? Өйткені бұл үйдегілердің қылықтары бір түрлі ғой. Мына отырған кемпір рас па өтірік па кім білсін, ыңырсыған ауру, оның үстіне құлағым естімейтін тас керең дейді. Ал анау келін көзге көрінбейтін жұмбақ болса, жалғыз бала мылқау сияқты жүретін біреу. Сөйте тұра осы баланы органға тықпақшы. Тап мына үйдегілердің бір кәкірі бар сияқты. Айтқандай, бүгін таңда баланың соңынан ақсақал жалғыз шықты. Сонда мына мыжырайған қара кемпір қайда болды? Бұл кісі жалғыз ұл мен келінді неге шығарып салмады? Мұндайда ана деген бәрінен бұрын жүгірмей ме? Бәсе, менің миыма енді ғана бірдеңе барғандай ма қалай? Біз бұларды аңдып жүрсек, бұлар бізді аңдып жүрген екен ғой. Әйтпесе мына шалдың есікке қарап сонша алаңдаған несі? Ақсақал, шайдың батасын берсеңіз, біз асығыс едік, деп қолын көтерді капитан. Сонда селт ете қалған қария, ішіп болдыңдар ма, қарақтарым, деп таң қалғандай түр көрсетті. Содан соң алақанына қарап әлдебір аятты сыбырлап оқып бетін сипады. Осы ас қайыру дегенді капитан білсе де лейтенант білмейтін. Бақшадан бастап жоғары оқуды орысша оқыған қаланың баласы әу баста келгенде бет сипағанға таң қалған. Ол заман сондай еді, ауылдарда болмаса қалалықтар бәрін ұмытқан, тіпті ана тілдерін ұмытып жүргендер осы күні де бар ғой, ештеңеге таң қалуға болмайды. Сонымен ақсақал ас қайырып болғанда сыртқы есік шиқылдап сес берді. Ол дыбысқа үстел басында отырғандардың 4-еуі де жалт қарады. Көп өтпей жалаңаш еденде жүріп келе жатқан лейтенант есікке жетті. Әу балам, қайда жүрсің? Шәй суып қалды ғой, деп жалбақтады Томаш ақсақал. Асқазаным, ата, чота жылудық, деген бала кеуде тұсын ұстады. Бұл алдын ала капитан үйретіп қойған сөздер еді. Сырттан келгендер ауылдарыңның суы жаман дейді. Білмеймін, біздің өзімізге білінбейді. Анау ертең келет деп отырған қызым да солай деген. Әйтпесе, ол да осы жерде туып өскен қыз ғой, деп күлді ақсақал. Әрі қарай шәй құйылып, ұрттап алған лейтенант кетуге асықты. Қайтсын, басқалар қарап отырғанда жалғыз өзі шәй ішіп отырсын ба? Осыдан кейін үстел басындағылар қайта бет сипасты. Содан соң тұрып бөлмелеріне тарасты.
Бүгінше, бүгін жаңалығың бар ма, балақай? Деп сұрады чемоданын жайғап тұрған капитан. Жоқ, Басеке, ештеңе жоқ, деген жас бала басын шайқады. Сөйтті де киімдерін ауыстырып, капитанның соңынан ерді. Содан көлікке отырған үшеуі совхоз басшылығы отыратын ғимаратқа жетті. Айтшы қане, жап-жас келіншектің мұншама сақ болуы мүмкін ба? Деп сұрады бастық. Жүргізуші мен жас лейтенант бастарын шайқады. Ендеше жігіттер, бұл қыз жалғыз емес, мұның сыртында үйретіп отырған біреу бар, әйтпесе жас келіншектің тәжірибелі тергеушілердің ауыздарын айға қаратып кетуі мүмкін емес. Олай болса, ол кім болуы мүмкін? Деп сұрады лейтенант. Вот, вопрос сонда болып тұр. Ол адам кім болуы мүмкін? Кім болса да айлакер біреу болғаны. Ендеше балақай, қыздың айналасын шеңберге салып тексерейік, деп шешім қабылдады капитан. Сонымен ажар қыздың анасы Түйме Шападан бастап екі інісіне дейін тергеушілер қағазға түртті. Содан соң ескі достардай сөйлесіп жүрген Талғатты жасырын шақырды. Мен сізге айттым ғой, жолдас милиционер, мен ештеңе білмеймін, деген баланың шырпыры шықты. Әрине, Талғатжан, сөзің дұрыс. Сен шынымен де ештеңе білмейсің, бірақ мен сенен бірдеңе сұрайын, ол тек арамызда қалатын болсын. Анау Абай деген жігіт сенің қатарың ба? Иә, қатарым аға, бірақ ол басқа мектепте оқыды, деді бала. Міне, Талғатжан, көрдің ба? Ол сенің қатарың боп шықты. Бірақ маған ол бала жайлы ештеңе керек емес, маған келіншегі Ажар Әмет қызы жайлы ақпарат керек. Естуімізше, осыдан біраз жыл бұрын сол қыздың үстінде тойда төбелес болған дейді. Сен оны білетін шығарсың. Ол кезде сендер әскерден келген жігітсіңдер. Ал енді сұрайын дегенім, осы қыздың сол кезде жігіті болған, бірақ ол Абай емес. Сол жігіт кім? Деп сұрады. Капитанның көзіне жалт қараған жігіт. Ажар дейсіз бе? Сонда сіз Ажардан көріп отырсыз ба? Ол мүмкін емес қой аға, деп безілдей жөнелді. Тоқта, Талғатжан, ол не дегенің? Біз Ажардан көріп тұрғанымыз жоқ. Біз оның Абай Томашұлына дейінгі жігітті жайлы сұрап тұрмыз, деді капитан. Ендеше мен ол жағын білмеймін, деген бала түк айтпай отырып алды. Сонда баланың көзіне теселе қарап, екі қолын үстелге қойып еңкейген капитан. Білесің, балақай, білесің. Өйткені мына ауылда Ажар Әмет қызына жүгіргендер көп болған. Олардың бірі сенсің. Айтайын дегенім, сен бізге сол жігіттің кім екенін айтсаң болды. Мұнан кейін біз сені ешқашан шақырып мазаламаймыз. Есіңде болсын, қылмыскерді біз қалайда табамыз. Ол осы ауылдың адамы. Шеттен келіп ешкім өлтірмейді. Демек, өз ауылдастарынан келді, тіпті өз қатарларынан келді, деген капитан теріс айналды. Одан барып екінші қабаттың терезесінен үңіліп тұрып, сонымен ол жігіт кім? Деп ызғарлы даусын көтере сұрады. Милиционер аға, мен нақты білмеймін, бірақ Муркамен жүрген шығар. Мен де сіздер сияқты біреуден естіп едім, деді бала. Одан іле шала. Осымен болды ма? Мен енді шақырмайсыздар ма? Сосын бар ғой аға, мені айтты деп айтпаңыздаршы, біреулер естісе ұят, деп шошына сөйледі. Сонда ғана жүзіне күлкі ерген капитан. Талғатжан, мен саған әу бастан айттым емес пе? Мен ағамын, сен інісің. Сол үшін екеуміздің арамыздағы сөз осы жерде қалады. Ол жағынан еш қам жеме. Ал енді Мурка деген кім? Шын аты жөні керек. Мурка деген аға, осы ауылдың жігіті. Шын есімі Мұрат. Оны бәріміз Мурка дейміз. Мурка сол жігіттің жақын досы еді. Әкесінің аты Адамжар, анасы Тұрсынгүл апай деген мұғалім. Мурканың нағашылары ма әйтеуір бір туысқандары қалада прокурор деген. Сіз айтқан тойдағы төбелесте ол да болған, бірақ сол нағашысының арқасында сотталмай қалды, деп біреулердің айтқанын естідім, деп айтып салды. Осыдан кейін Талғатты шығарып салған капитан келесі күдікті деп Мұрат Адамжарұлын тіркеп жан-жақты тексере бастады. Мәссаған, Алматы қаласындағы бір ауданның бас прокуроры мына Муркаңыздың туған нағашысы, яғни анасы Тұрсынгүлдің туған ағасы. Ол қатын аузын басып, алтынмен қаптап алса да, қатардағы мұғалім. Анау өрісте қора-қора қойлары бар дейді. Алайда Адамжар аған қойшы емес, қарнын сипап үйінде жатқан біреу. Қойлары қайда десеңіз, жалдамалы бірнеше қойшылары бар. Құдай-ау, бұл да түк емес, оның Қожамжар деген тағы бір ағасы жоғары сотта істеп зейнетке шыққан. Бұлайша айтқанда, баласы мен немересі де жоғары сотты жағалағандар. Ол аз десеңіз, Муркаңыздың бір ағасы 3 рет сотталған рецидивист, бірақ мына ауылдан кеткеніне ширек ғасыр болған.
Сол үшін оны біреу білсе, біреу білмейді. Так, балақай, мына құжаттармен танысып шықтың ба? Деп сұрады капитан сонда. Иә, Басеке, бәрін бір қарап шықтым, бірақ олардың бәрі шеттерінен органда істейтін дөкейлер екен. Сонда біздің оларға күшіміз келе ме? Деп төмен қарады жас лейтенант. Балақай, міңгірлемей көтер басыңды. Білесің ғой, бізде заң бар. Егер қылмысын дәлелдесек, біз оларды соттамай қоймаймыз, деген капитан түрін суытты. Осыдан кейін кішкентай ғана ауылда болған қылмыстың соңы қалаға, одан жоғары сотқа жетті. Сөйтіп, Қожамжар дегенмен соғыс басталғалы тұрды. Ал дәрігерге кеткен Абай мен Ажар сол үйге хабарсыз кетті. Жолдас капитан, мынаны қараңызшы. Егер анау Алматыдағының есімі Қожамжар болса, Мурканың әкесінің есімі Адамжар екен, бұл қалай болғаны? Деп сұрады көмекші жігіт. Қалай дегенің не? Мен сені түсінбедім, деген капитан барып, көмекшісінің қолындағы қағазға үңілді. Бұл жасырын тексеріс барысында Алматыдан алдырған құпия ақпарат. Қалай болғанда қараңызшы, Қожамжар мен Адамжар ағалы інілі болса түсінер едім, бұлар бөтен адамдар ғой. Қожамжар күдіктінің нағашысы, ал Адамжар әкесі, деп түсіндірді көмекші жігіт. Иә, балақай, мұнысы қызық екен. Біздің қазақ ат қойғыш қой, бәлкім сәйкестік болар. Әлде әдейі ауыстырылған есімдер болғаны ма? Деген тергеу бастығы ойлана бастады. Расау, бұл деген ойланатындай жағдай еді. Кәсіби тергеуші осындай ұсақ түйектерді зерттеуі керек, мүмкін. Бұл екеуі әлде бір қылмыстың ізін жасыру үшін аты жөндерін ауыстырған адамдар болар. Тіпті Қожамжар деген бәйбішенің емес, Адамжардың туған ағасы шығар. Қане лейтенант, жақсылап қарашы. Мына адам осы ауылға қашан көшіп келген екен? Ол заманда қазіргіде интернет қайда? Мұндай ұсақ-түйек көрінетін нәрселердің өзін анықтау үшін біраз уақыт кететін. Өйткені көшіп келген жеріне факс жібереді, олар жауап қайтарады дегендей біраз уақыт алады. Ал енді көмекші жігітке құпия тексеруді қайта тапсырған капитан ертесіне шығып өзен бойына барды. Жанына жас лейтенантты ертіп алып, төбе басынан қарап біраз тұрды. Сонда ғана Көкенай ақсақалдың айтқанын түсінді. Шынымен де қарсы алдында ағып жатқан асау өзен, оның екі жағасына қалың ағаштар өскен. Демек дұрыс қой, көктемді егістікке су алғанда азайып күзде көбейеді. Сол кезде саяз суда тұралап қалған ағаш бұтақтары қайта жылжып жағаға шығады. Өйткені мына өзен сай-саланы қуып бұралаңдап ағып. Сөйтіп екі жағадағы қалың ағаш арасын су басқанда мәйіт ағып сонда барады. Білесің ба, балақай? Тауық сойса да қасапшы сойсын деген осы екен, деді көйлек шалбарын шешіп жатып тергеуші капитан. Алайда жас лейтенант бастығының сөзін түсінбеді. Оған түсіндіріп отырудың керегі жоқ. Бұл өзі ағын судан өлердей қорқатын жігіт. Байғұс бала қалада өссе, қайдан су көрсін? Ол тіпті жүзу түгілі сүңгуді де білмейді. Сол үшін аяғын суға малып қызықтап тұрғанда, қылмысты тап осы жерде болған десем, дұрыс бола ма? Айтшы, балақай, деп сұрады капитан. Бала не десін, басын қиқаңдатып қоя салды. Әрине, капитан оны жорамалдап айтқан болатын, алайда сол күнгі қанды оқиға осы жерде болған еді. Оған ана отырған қарағай мен ағаш кереует куә болар. Өйткені бұл ауыл жастары кешке қарай жиналатын жер. Содан бірі гитара, бірі баян көтеріп келіп әндететін жер. Сол кереуеттен сәл әрі жүрсең, қалың тоғай басталады. Кім білет, мына ағаштар талай қыздың көз жасын көрген ағаштар шығар. Себебі тергеушілер жинаған ақпаратқа қарағанда, марқұм бала біраз қыздың басына су құйған. Содан соң айналасындағы жігіттерді қорқытып, сол қыздарға үйлендіріп отырған. Негізі, бұзақы бала әскерге кетпей тұрып, осындай лас тірліктер жасап бастаған, яғни қыздарға соқтыққан. Ал әскерден қайтқанда ес кірмеген, есесіне өршіп кеткен. Дегенмен, оның артында көк тіреп тұрған біреу болуы керек, әйтпесе кез келген қызды зорлап жіберіп, қызығы кеткенде ұзата салатын қандай құдірет бар? Айтқандай, бұл ауылдағы екінші топта содан кейін шыққан, яғни қыздары қорланған жігіттер немесе қорғамақ болған жігіттер оларға қарсы шыққан. Әне, оның соңы белгілі, тойда төбелесіп, Көкенай ақсақалдың баласы қыршын кетті. Мұның сұмдығы сол, оның да соңы белгілі. Түрмеден келген бала баяғы әдетін тағы да бастаған. Дәніккеннен құныққан жаман дегенің осы болса керек. Сонымен салқын суды тізеден кешіп тергеушілер жүргенде, ағаштар арасынан бір адам шығып аяңдай берді. Жүрісіне қарағанда иығындағы дорбасында жасырғаны бар сияқты. Бүкшеңдеп басын өте бергенде, «Ассалаумағалейкум аға»
деп амандасқан капитан жақындай берді. Сол аралықта жас лейтенантқа қаруды ал деп белгі беріп үлгерді. Уағалейкумассалам. Інім, бұл сен бе едің? Деген қарт тұра қалып милицияның қолын алды. Иә, ағасы, бұл менмін. Кеше ғана сіздің үйіңізге барып едім. Таныған шығарсыз. Қош ағасы, өзіңіз қайдан жүрсіз? Деп сұрады тергеуші бастық. Сонда екі милицияға кезек-кезек қараған қария: Әй, менікі нан талап қой інім. Аң құс болса сорпа ішейін деген едім, деп иығындағы дорбасын тастай салды. Жолы болар жігіттің жеңгесі шығар алдынан деген осы. Бұл адам азалы қарт Көкенай еді. Осылайша қарт Көкенай мен бастық тергеуші өзен бойында кездесіп әңгіме соқты. Ақсақал, біздің келгенімізге 15 күн болды. Оның арасында 1-2 күн үйімізге барып келдік, алайда жұмысымыз алға басар емес. Сіздің көмегіңіз керек. Өткенде осы ауылдың тумасымын дедіңіз, ендеше айтыңызшы. Адамжар деген кісі жайлы не білесіз? Деп сұрады киініп келіп шөп үстіне отыра кеткен капитан. Адамжар дегенмен аса қатты таныстығым жоқ інім. Той-томалақтарда көріп қалғаным болмаса, өзі бір тұйық адам. Шынымды айтайын, мен соның үйіне де барып көрмеппін. Айттым ғой, ауылдас демесең басқа жақындығым жоқ. Өзі осыдан 20 жылдай бұрын Алматы жақтан көшіп келді. Содан жайлап ауылға сіңісті. Бәйбішесі орыс мектепте мұғалім. Айтқандай, оның да марқұм баламмен қатар тентек жүгермегі бар еді. Мен сол баланы кеше ғана көрген сияқтымын, деді қария. Иә, ақсақал, баласының аты Мұрат екен, бірақ құрдастары Мурка богатырь дейтін көрінеді. Соған қарағанда сіздің сөзіңіздің жаны бар. Қатты тентек болса керек. Сосын сіз оны кеше көрдім дейсіз бе? Біз сұрау салғанда жұмыста деген. Сонау Қызылорда жағында газ саласында жұмыс істейді деген. Егер сіздің көргеніңіз рас болса, онда ол бала ауылда жүр ғой, деп таңғалды тергеуші капитан. Солай інім, солай. Ол бала шетте жұмыс істейтіні рас. Жалақысы жоғары кішігірім бастық деген, бірақ кеше ғана ауылда жүрген. Қою қараңғы түсе қоймаған еді. Жазбай таныдым. Мектеп жанында 2 жігіт кетіп бара жатқан, деген ақсақал аса құнды ақпарат берді. Сонда орнынан тұрған капитан: Рахмет аға, үлкен рахмет. Ендеше біз қайтайық. Сіздің де жолыңыз болсын. Бірақ аға, бізбен сөйлескеніңізді ешкімге айтпай-ақ қойыңыз, деп лейтенантқа кеттік деп бұйырды. Осыдан кейін ақсақалмен қоштасқан жас лейтенант бастығының соңынан ерді. Осылайша Көкенай ақсақал үйіне тартса, тергеушілер ғимаратқа тартты. Асықпайық балақай, өйткені қолымызда нақты дәлеліміз жоқ. Оған дейін ойланатын көптеген сұрақтар бар. Егер сол жігітпен Ажардың жүргені рас болса, неге үйленбеді екен? Айтуларынша, ол екеуі мектептен бастап махаббат құрған дейді. Сонда не кедергі? Содан соң зорлықшыл марқұмды Мурка өлтірді деген айғақ жоқ. Тек ауылда емес, жұмыста дегені өтірік. Міне, мұнысы күмәнді. Бірақ біздің қазақ милицияға сенбейді. Баламның басы дауға қалады деп жұмыста деп айта салған болса ше. Так. Ойлан, капитан, ойлан. Қабат деген ай, Талғатқа да енді мазыламаймыз деп уәде беріп қойғанымызды қараш. Оның өлтірмегенін білет, сонда байғұс баланы қайта мазылап не қылады? Лейтенант, Мурка дегеннің жігіт күніндегі суреттер керек. Оны қайдан табасың, сенің шаруаң, деп тапсырды тергеуші бастық. Басеке, ақсақал бір сөзінде баламмен құрдас деген жоқ па? Сонда Абайдың да құрдасы болмай ма? Мүмкін соның үйінен табармыз, деді жас лейтенант. Ол үйден кеше ғана кеттік қой, апта болды. Сонда бүгін қайтып барамыз ба? Сосын анау ақсақал не ойлайды? Не кетпеді, не қоймады дейтін шығар. Қонақтың сыйы 3-ақ күн деген бар. Құрсын олай болмайды, деген бастықтың Томаштың үйіне барғысы жоқ. Алайда бармасына амалы да жоқ еді. Соңында мойын болды. Басқа қайтеді. Жексұрын болса болсын, милиция дегенге қылмысты ашса болды. Олар сол заманда жексұрындар еді. Мына заманда да сондай. Ешкілер деп екінің бірі жаман көреді. Алайда полиция болмаса күнің қараң болады, оныңыз рас. Олар болмаса мына қазақ бірінің етін бірі жейді, тіпті тірідей жейді, бұл да рас. Қысқасы ақылдаса келе асқазаны қатты ауырған болып қайта баратын болды. Оған ғимараттағы бөлмені тарақан басып кетті дегенді қосатын болды. Даңғарадай үлкен үй ғой, Томаш ақсақал келме демейді, керісінше кел дейді, баласын қосып көксегені бар. Дегенмен сол баланың кеткеніне бір апта болды, тым тырыс кетті. Жаңа басшыдан сұрап көріп еді, бұл да хабарсыз болып шықты. Соңғы күндері ағалы інілер бет жыртысқан, қайдан хабары болсын.
Сонымен күн еңкейгенде тергеушілер Томаш қарттың есігін қақты. «Әй, бұл қайсысың?» деп іштен айғайлаған ақсақал аяғын басып есікке жетті. Содан соң «Бұл кім?» деп тағы бір рет сұрап, ілгішін ағытқанда «Ассалаумағалейкум» деп 3 милиция сау ете қалды. Олардың үшеуінде таныған ақсақал: балалар, қайдан жүрсіңдер? Қайне, табалдырықта тұрмай үйге кіріңдер» деп жалпақтап жол көрсетті. Сонда бас киімдерін шешіп қолдарына ұстаған үшеуі бірінен соң бірі кіре берді. Алайда ұзын дәліздің соңындағы есіктен ұрлана қараған басты көргенде қатты таң қалды. Сол күні Томаш ақсақалдың үйіне келген тергеушілер кешкі шай басында ажарды құрықтау жоспарын ойластыра бастады. Негізі ақсақал бұларды үлкен үстелге шақырған. Оған «Қарнымыз тоқ, шаршап келдік» деген капитан әртүрлі сылтау айтып, өз бөлмелеріне кірді. Сол үшін ақсақал сүт қосқан шайды осында әкеліп сыйлап жатты. Арасында емпілдеп ананы-мынаны сұрап кіріп шығып жүр. «Ақсақал, анау ғимаратта жағдайымыз болмады. Бұрын тараканнан шаршаған болсақ, күн жылынғалы масасы шықты. Ол жерде жата берсек, қотыр болатын түріміз бар» деп күлді тергеу бастығы. «Інім, өзен бойында тұрған соң маса болады ғой. Біз ондайға үйренгенбіз. Сол үшін менің үйімде бола беріңдер. Сосын мына Абасжанның беті бері қараса, қосып алыңдар деймін. Айтқандай, жұмыстарыңнан нәтиже бар ма?» деп сұрады Томаш ақсақал. «Әзірше нәтиже болмай тұр. Алдағы апта кететін шығармыз», деді капитан. «Әй, сол баланың өлгеніне Әнипа бейбақтан басқа ешкім өкінбейтін сияқты. Өлдің, өштің деген осы екен», деп басын шайқаған ақсақал кете барды. «Меніңше, мына кісінің ештеңеден хабары жоқ», деп сыбырлады капитан Томаш ақсақал шығып кеткеннен кейін. «Әйтпесе, мұншама жалбақтап, асты үстімізге түспес еді. Мүмкін ол қылмысқа мына келіннің де қатысы жоқ шығар. Алайда бүгіннен бастап аңдағандарың шаш болсын. Сосын алдағы 3 күнде не әрі не бері болуымыз керек», деп тапсырды тергеу бастығы. Негізі ажарға деген күдік сейіле бастағандай болды. Өйткені басы қалтиған ажар келін қайтып келді десек, ол бұларға келген кеткенін айтып отыру керек пе? Сондай-ақ барған келгеніне рұқсат алмайды. Әрине, бөтен біреудің келіні ешқандай отчет сұрамайды. Капитан бүгін совхоз басшысынан «Абай ініңіз келді ма?» деп сұрағанда «Білмеймін» деп қысқа қайырған. Алайда білмеймін десе жасырғаны емес екен. Жаңа басшы ағасымен ырылдасып көрмейтін болған. Оны мына капитан қайдан білсін? Сонда білмеймін деген сөзін жасырды деп ойлап қалған еді. Ал туған ағалы інілер бір-бірін көрмей қалғаны қазір ғана Томаш ақсақалдың аузынан естіп таң қалды. Қазақтың мұндайы жоқ емес. Бір әке, бір шешеден туып, бірін-бірі көрмей кеткендер қаншама. Итше ырылдасып, қырғи қабақ болғандар қаншама. Алайда ажар келіннің басы қылтиып, бір қарап жоқ болды. Содан соң аулада көлік жоқ, анау гаражға тығып қойыпты. Міне, осы жері тергеушілерге түсініксіз болды. Көктем келіп маса көшеге шыққанда темір көлікті не үшін гаражға тықты? Мүмкін ешкім көрмесін деген болар. Егер осы жағынан қарағанда бұл күдік туғызады. «Лейтенант, біздер ғимаратқа барамыз. Анау Адамжар дегеннің баласын шақыртып сұрақ жауап аламыз. Сен осында қаласың, бірақ есіңді сақта. 2 көзің келінің шашында болсын», деп тапсырды тергеу бастығы. «Болды, Басеке, болды», деген жас жігіт жата кетіп ойлана бастады. Қайтсын, бастық бұйрық берді. Бұл оны орындауы керек. Органның жұмысында болмайды деген жоқ, қалайда болдыру керек. Олардың жұмысы әскерилердің жұмысы іспеттес. Жоқ деген сөз ешқашан айтылмайды. «Басың салбырап тұңғиыққа кіріп кетіпсің», деп күлді ертесіне шай басында отырған капитан. «Тұңғиық болғанда шаш қайғы болып тұрғаны», деп төмен қарады жас бала. «Қаласаң ұйықтап жатқанда бөлмесіне кір. Үйдегі келінді сағынған шығарсың, сосын бір уыс шаш қиып ал», деп қалжыңдады бастығы. Осыдан кейін формаларын киген екеуі шығып бара жатты. Ал тістері ақсиып күлген лейтенант қала берді. Күлмей қайтсын, мына бастығы өте қалжықпас адам. Бұл өзі осындай ұрын жүрістерді көп айтады. Әйтеуір аузы босап қит етсе анекдоттың түр-түрін жібереді. Бір қызығы, соның бәрі бұттың айналасынан аспайды. Бөлмесіне кір десе қалжыңдап айтқаны, жұмысқа келгенде бұл өте қатты адам. Түсін суытып, көзін аларта қарағанда мен деген қылмыскерлер бұтына жібереді. Негізі тергеуші дегеннің тап осындай болуы керек. Тергеуші күдіктіні қажет кезінде қорқытып та, алдап та, жұбата да білуі керек. Сонымен Томаштың үйінен шыққан екеуі Адамжардың үйіне барды.
Бала келді, бірақ жұмысына қайта кетті, деді есіктен басын қылтитқан сары кемпір. Қай жерде жұмыс істейтінін айтасыз ба? Қай жерде екенін білмеймін, әйтеуір алыста істейді, үйге анда-санда келеді, деді иегі кемсеңдеген кейуана. Мына кісі үстіміздегі формамызды көріп тұрып, неге сұрамайды, деп сыбырлады капитан. Расау, күн сәскеде 2 милиция келіп балаңды сұраса, не боп қалды, неге іздеп жүрсіңдер деп шошымайтын адам бар ма? Бұл кемпір емін-еркін тұр. Жарайды апа, қайда жұмыс істейтінін өзіміз анықтай жатармыз, аман сау болыңыз, деп кері бұрылды 2 милиция. Сонда шарбақтың есігін ілген кемпір сығалап қала берді. Облысқа барып санкция алу керек. Сіз өзіңіз барасыз ба, мен барайын ба, жолдас капитан, деп сұрады жас жігіт. Бүгін ертең күтейік, бұл бала ауылдан кеткен жоқ шығар, деген бастығы үстелге аяғын созып отыра кетті. Алайда көпке бармады, әлде біреу ғимараттың есігін жұлқа тартып кіріп келе жатты. Совхоз бастығы ашулы көріне ме? Жүрісі суыт қой, қандай жау шапты екен, деген капитан үстелден аяғын түсіргенше болмады. Қайда олар? Қай кабинетте отыр, деген ызғарлы дауыс жақындап келіп есіктен үңілді. Әрі қарай баса көктеп кірген бейтаныс адам. Сендер таңмен барып, кәрі анамның мазасын алып, тергеу жасайтындай кімсіңдер, деп айғайға басты. Қысқасы, әй десе де қой десе де қоятын түрі жоқ, ашуы жаман болды. Жас бала мен капитанның жер-жебіріне жетті. Сол жүгермектің өлімін менің баламнан көресіңдер ме? Қане дәлел, қане айғақ, деп көкіп берді. Бұл нағыз ақымақ адам, айқайға басып өзін өзі ұстап берді. Құдай-ау, заң менен қалған деп бір соқты. Қылмыстық кодекстің кез келген бабын менен сұраңдар деп тағы бір соқты. Соңында қане нақты дәлел мен айғақ келтіріңдер, әйтпесе баламның маңайына жоламаңдар, деп отырып алды. Бір қызығы, сол бала өлгенде менің балам жұмыста болған деп айқайға басты. Сөйтіп отырып баланың жоғалған күнін тұспалдап айтып, ол кезде өзінің баласы жұмыста болғанын айтты. Содан соң есікті бір теуіп шығып кете барды. Білесің ба, балақай, мына адам жақсылап дайындалып келген, деді соңынан біразға дейін қарап тұрған капитан. Қалай сонда? Деген жүргізуші жас жігіт таң қалды. Қалай болғанда, сол баланың нақты жоғалған күнін ешкім білмейді, бұл болса, ол кезде менің балам жұмыста болған дейді. Мұның бәрін есінде сақтауына не себеп? Жас бала таңдана қарап иығын қысты. Бұл адам бәрін сұрап біліп, содан соң келіп отыр. Мүмкін, Басеке, ол да мүмкін, деді жас жігіт. Мүмкін емес, меніңше 100% солай боп тұр, балақай. Сен ертең-ақ облысқа бар, мына құжатқа қарап, балаға ордер жаздырып кел. Бұл адаммен сонан соң сөйлесеміз. Ұқтың ба мені? Ұқтым, Басеке, ұқтым, деген жүргізуші баланың көзін жайнап шыға келді. Мұның келгеніне бірнеше күн болды. Үйде қалған ай мен күндей әдемі жас келіншегі бар. Сағыныштың салқыны соғып әрең жүрген. Бұндайда қалаға барса, үйіне соқпай кетпейді. Мауқын басып, маужырап қайтады. Кімде болмаған қу жастық деңіз. Жүргізушінің көксегені келіншегінің құшағы болмайше. Ал енді ғимаратта осындай айқай болып жатқанда, ақсақалдың үйінде қалған лейтенанттың асығы алшысынан түсті. Өйткені монша жақ тықырлап, көп өтпей қара түтін будақтап берді. Оған терезеден сығалаған бала кіріп шығып жүрген ажарды көрді. Ақсақал ауыл совет деп кетті. Мүмкін Құдай бергелі тұрған шығар. 3 апта жүріп, бір тал шашқа зар болды. Саламатсыз ба? Мен Абайдың қалын сұрайын деп едім, рұқсат болса, деп сұрады есік алдында бара жатқан келіншектен. Саламатсыз ба, ағасы? Оның несіне менен рұқсат сұрайсыз? Көрем десеңіз кіріп көріңіз, деді су толған шелегін қоя салған келіншек сонда. Енді бөтен үйден бөтен бөлмесіне рұқсатсыз кірген дұрыс емес қой, қарындас, деді жас бала қипақтап. Рұқсат сұрамаңыз, сіздің кіргеніңіз жақсы. Қайта мен моншаға кіріп шыққанша сіз жанында бола тұрыңызшы, деп сызылды келіншек. Жарайды, қарындас, рахмет. Сосын тағы бірдеңе сұрайын деген едім. Мына моншаға сізден кейін мен кіріп шықсам бола ма? Әрине, милиция мырза, әрине. Ендеше мен тағы 1-2 шелек су қояйын, деген келіншек кете барды. Қазақ мұндайды асығы алшысынан түсті дейді, немесе жолы болды, жеңгесі шықты дейді. Осылайша жас лейтенанттың жолы бола қойды. Сол үшін алғысын жаудырып үйге кірді. Қай жерім ауыратынын білмеймін, жүрегім дүрсілдей берді. Кейде жай соқса, кейде жиі соғады, деді Абай бала үстіне кірген лейтенантқа. Осы лейтенант әдейі кіріп қал сұраған. Бұл ешқандай да күдік тудырмайды.
Анау қақпас шал жоқ, ауыл советтеп кетті. Келін моншаға кірді немесе енді кіреді. Баладан қал сұраса, болашақ коллегасы ешқандай әбестігі жоқ. Алайда арадан көп өтпеді, сыртқы есік ашылып, суыт жүрісті біреу келіп, екеуінің үстіне кірді. Одан бұрыштағы айнаның алдына барып, тарағын алды, сүлгісін шығарып, мойнына салды. Одан бүктеулі тұрған халатын ұстап шыға беріп, сіздер әңгіме айтып отыра тұрыңыздар, мен қазір деп, алақанына тарағын ұрып, шартылдатып шығып кетті. Қысқасы бұл келіншектің қазірі 1 сағатқа созылды. Содан соң ғана басына сүлгі байлап бөлмесіне жетті. Енді ыстық моншаға лейтенант кірді. Тергеуші емес пе? Есікті іштен іліп, барлық жерді мұқият қарады. Келіншек моншаның ішін тап-тұйнақтай тазалап кеткен. Соңынан лейтенант кіретін болған соң артын тазалап кеткен болар. Әне, Құдай беремін десе, форточкадан береді дегені рас екен. Бағанағы көк тарағын ұмыт қалдырыпты. Жетіп барып қарағанда тістеріне оралған бір бума шаш көрді. Ойбай-ау, аз емес, анау қатынның басында шаш қалмаған ба дерсің? Так, енді не істеу керек? Мұндайда барлығын алуға болмайды, ол күдік тудыруы мүмкін. Қалтасынан целлофанын шығарған лейтенант біраз шашты салып, тарақты орнына қойды. Содан соң шешініп тастап шомылған болды. Арадан біршама уақыт өткенде шығып үйге кірді. Бұл түс мезгілі болған кез. Ажар келін көмекке шақырды. Сөйтіп науқас баланы науқас ененің жанына апарды. Сонда алдарына шай қойған келіншек: сіздер шай іше беріңіздер, мен барып тарағымда келейін, шашым ұйпа-тұйпа болып қалды деп тұра жүгірді. Сонда бірер уақытқа жоғалып, сорпа көтеріп қайта кірді. Ал енді түстік асқа тойып алған лейтенант ғимаратқа қарай тұра жүгірді. Нағыз азаматсың, деді целлофандағы шашқа үңіле қараған капитан. Содан соң жүргізуші жігітке бұрылып: сен ертең деп отырма, бүгін жолға шық. Түнімен жетіп алсаң, таңертең бөлімшеге барып мынаны тапсыр. Содан соң ордердің соңына түсіп жаздырып кел, деп целлофанды пломбалап қолына құжат ұстатты. Осылайша аулаға шыққан бала көлікке отырып жүйткей жөнелді. Сонда терезеден қарап біраз тұрған капитан ұзап кеткенде: сонымен балақай, әдемі келіншекті аңдып жүріп дегеніңе жеткен екенсің, жарайсың, деп қалжыңдап лейтенанттың арқасынан қақты. Бастығының мақтағанына қуанып қалған жас жігіт: иә, Басеке, жолымның бола қойғаны айтпесе, шашына қалай жетемін деп қатты қайғырып едім, деп бір марқайып қалды. 15 күннен бері шаш үшін әуре болғанымыз қалай кетті балақай? Бірақ мен саған сенемін, қажет болса сол келіншектің басқа да жеріне жетерсің, деген капитан иығынан қысып отыра кетті. Содан соң мән-жайдың қалай болғанын бүге-шүгесіне дейін сұрады. Сонда жас лейтенант бәрін айтты, тіпті ажар келінмен жақыннан танысып, тілдесіп көргенін айтты. Одан моншаға кіргенде шашын тараған тарағын ұмыт қалдырғанын, сондай-ақ сол тарақты ажардың қолында көргенін айтты. Қолында көрдім дейсің бе? Иә, Басеке, қолында көрдім, оған күмәнім жоқ. Мен ақсақалдың баласының үстіне бардым. Сол кезде күдікті кіріп, сүлгімен тарақ алып шығып кетті. Сол келіншек өзі былайша тұйық, көрінгенмен ашық көңілді екен, деп мақтай жөнелді жігіт. Так, тоқтай тұршы балақай. Қане, басынан бастап айтып берші, қалай болды, деп сұрады бастығы. Қалай болғанда, мен бөлмеде жатсам, ауладан тықырлаған дыбыс шықты. Содан терезеден сығаласам, шелек көтеріп, күдікті кетіп бара жатқан екен. Соңынан қарап біраз тұрдым, сөйтсем, аула бұрышындағы моншаға кірді. Одан көп өтпей от жақты, қара түтін будақтап берді. Әрі қарай әлгі айтқандай болды. Ол моншадан шықты, мен кірдім, деді көмекші лейтенант. Сонда жас балаға қарап ойға батқан капитан: жарайды балақай, күдіктінің шашын әкелгеніңе рахмет дейін. Алайда сен әлі тағы біреудің шашын әкелуің керек болар, деп теріс айналып жата кетті. Не дейсіз, Басеке? Тағы да шаш дейсіз бе? Деп көмекші лейтенант сұрап еді, бастығы жауап бермеді. Осылайша шаш табылған күні өте шықты, айналаны қараңғы тартты. Сонда кешкі астарын ішіп болғанда қарнын сипаған капитан: сен балақай, бүгінде ақсақалдың үйіне барып жат. Егер реті келсе, Абайдың да шашынан ал. Білесің ғой, экспертиза үшін бір тал шаш жеткілікті, деп тапсырды. Басеке, Абайдың шашы дейсіз бе? Ендеше кемпірдің де шашынан алайын, деп қалжыңдаған жас жігіт таңғалып кете барды. Жоғарыда айтқанымдай, мына капитан өте әзілқой адам, бірақ мынандай жағдайда қалжыңға орын жоқ. Баланың сөзінен іші қылп ете қалған болатын.
Жас тергеушіге сол үшін тапсырып жіберді. Ол оны ойдағыдай орындап келді. Науқас баланың қалын сұрап кіріп, жастығынан бірнеше шаша келді. Ал арыдан 3 күн өткенде қалаға кеткен екінші көмекші жетті. Мәйттің алақанындағы шашпен мына шаштың генетикалық ұқсастығы жоқ деп бақырайтып жазып беріпті. Міне, осы жерде капитан да, лейтенант та өздерінің оңбай алданғандарын білді. Өйткені Абайдың шашын сараптамаға жібергенде екеуінде де сәйкестік 99% деп келді. Есіңде ме, балақай? Біз барған күні Томаш ақсақал кіші қызым келді. 2 тентегі үйімнің ат көпірін шығарып, бүгін ғана кетті деп еді. Мына шаш сол қызының шашы. Демек, әдемі ажарың бізді алдап соқты. Ол моншаны әдейі жақты, және де саған әдейіге тарақ көрсетті. Сен соған алданып қалдың, деді лейтенантқа күле қараған бастығы. Сонда көмекші жігіт басы салбырап төмен қарады. Алайда осыдан кейін ажарға деген күдік одан сайын үдей түсті. Рас қой, ыңылдап өлең айтып, шелек тыңғырлатып жүріп монша жақты. Жас келіншек оны әдейі істеді. Сосын монша дегенді кешке жақпай ма? Ажар таңертең сәскеде жақты. Ал енді неге ерте жақты десеңіз, капитан кетті, лейтенант қалды. Сол үшін жақты. Сөйтіп, жас баланы алдап соғып шаң қаптырды. Дегенмен, ажар қыз жалғыз емес, қаладан күні кеше келді, солай ма, балақай? Бірақ олар дәрігерге барды ма, әлде басқа жаққа барды ма? Міне сұрақ. Қайда барса да ол жақта жөн сілтеп, жол көрсетіп отырған біреу бар сияқты. Әйтпесе, ауылдан шыққан жас келіншек мұншама қулықты қайдан біледі? Соңына түскен тергеушілерді алдап, күдіктен құтылуды қайдан біледі? Содан соң, балақай, бұл жерде тағы бір мәселе бар. Томаш ақсақалдың жағдайы жақсы, онысы көрініп тұр. Ал жалғыз баласы ауырып жатыр, бірақ емханада емес, үйінде жатыр. Мұндайда жалғыз ұлды қалталы ақсақал Мәскеуге апармай ма, тым болмаса мына тұрған Алматыға апармай ма? Бала төсек тартып үйінде жатыр. Әкесі ауыл совет деп қаңғып жүр. Бұл қалай болғаны? Деп таңғалды бастық. Расымен де ақсақалдың мұнысы қисынсыз еді. Жалғыз ұлың ауырып жатқанда әкесі ауыл совет жағалай ма? Негізі Томаш ақсақал мансап құмар адам. Ол кісі ауыл советке барса, бұрынғы басшыны құртып, орнына өз жақынын қоймақшы. Сол үшін барып шағымданып жүрген. Ал жалғыз бала шынымен де қатты науқас еді. Олай болса, мына ажардан келген болуы мүмкін. Өйткені кіші қыздың келетінін естіп кетті. Содан қайтып келді. Қатын деген шашын тарамай жүрмейді. Ол анық нәрсе. Содан соң қаладан келгендер монша жақтырып, буға түспей кетпейді. Бұл да белгілі нәрсе. Ажарың осыны пайдалану үшін келді. Ал енді оны оған кім айтты? Кім үйретіп жіберді? Қалада кімге барған болса, сол айтты. Балақай, егер менің осы жорамалым дұрыс болса, ендеше адамжардың баласы жұмыста емес, қалада жүр, деген капитан сөзін түйіндеп бірақ тоқтады. Осылайша көпті көрген тәжірибелі тергеушіге қылмыс картинасы анық бола бастады. Бірақ әлі де сұрақ көп еді. Сұрақ сол: неге? Неге ол өзінің досы Әнипаның баласын өлтірді? Мақұл, 2 жігіт ерегісіп қалып өлтірді дейік, немесе абайсызда өлтіріп алды дейік. Ендеше мына ажар неге араласып жүр? Егер екеуінің бұрынғы ғашықтар екенін ескерсек, қылмыс ажардың үстінде болған шығар. Мүмкін ажар мен Мурка әлі де қатынаста шығар. Әрине, ескі ғашықтардың көбісі қатынаста болады. Оларды Құдай қоспаса төсек қосады. Ал енді орталықтан келген ордерді қойнына тыққан капитан 2 көмекшісін ертіп алды. Одан табелді қаруларын қалталарына салуды ұмытпады. Сөйтті де көлікке отырып адамжардың үйіне тартты. Содан үй алдына тоқтап есікке жетті. Мына үйде кім бар? Деді дауыстап. Оған ешқандай жауап болмады. Сонда шарбақтың есігін сілкілеген капитан: үйде біреу бар ма? Деп 2-ші рет айғайлады. Алайда оған да ешкім жауап бермеді. Лейтенант, барып үйдің есігін ұр, деп бұйрық берген капитан қолын тығып шарбақтың ілгішін ағытты. Сонда көлік терезесінен басын қылтитқан лейтенант бас киімін басып тұра жүгірді. Сол күні адамжардың үйіне барған тергеушілер есігін қанша соқса да сес берген ешкім болмады. Сонда бұл үйдегілер қайда кеткен? Кеше ғана осы кісі барып тергеушілерді сықпыртып боқтап қоқан-лоққы жасаған жоқ па? Құдай-ау, заң жайлы айтып қорқытқан болып еді. Бүгін сол үйде ешкім жоқ. Кемсен деген сары кемпір де көрінбейді. Әйтпесе капитан бастаған тергеушілер қалталарындағы қаруларын ұстап сақадай сайланып барған еді.
Кеттік жігіттер. Бұлар ауылда жоқ, деді тергеу бастығы алдына түсіп. Екі көмекшісі соңынан ерді. Ауыл дегенде үйлерінің есігі ашық шашық жатады. Мыналар құлып салғандарына қарағанда ауылдан кеткен, сонда қайда кетті екен? Шынымен де ол заман бір қарағанда бейбіт замандай көрінетін. Сол үшін ауыл арасына кеткендер үй есігін құлттамайтын. Мыналар сыртқы шарбаққа дейін іліп тайып тұрған. Демек, алыс жолға кеткен деп топшылады капитан. Қысқасы, шарбақтан шығып көлікке жақындағанда бала жетектеген бір кемпір қастарынан өте берді. Әже, аман есен барсыз ба? Мына кісінің үйіне келіп едік. Есігінде құлып тұр. Қайда кеткенін білмейсіз ба? Деп сұрады көлікке жақындаған көмекші бала әлгі кемпірден. Білмеймін балам. Кеше түнде үй алдында көлік тұрған. Соған қарағанда ауыл сыртындағы қыстағына кеткен шығар, деді кемпір иегі кемсеңдеп. Содан соң тергеушінің белдігіндегі тапаншасына қарап, тісі ақсиып тұрған немересін сүйреп кете барды. Бұл кемпірден көлік нөмірін сұрап, ақпарат алу бекершілік болар. Бұл кісі сол көліктің маркасын да білмейтін керек. Сонда да үмітсіз шайтан деген бар, айтып көрейін деген жас тергеуші. Апа, қандай түсті көлік келгенін білесіз ба? Деп сұрады. Оны қайдам, балам. Анау жаңа басшының көлігіне ұқсайтын қара түсті көлік әйтеуір, деген кемпір жүрісін жеделдетіп барып өз үйіне кіріп кетті. Көршісі ғой, мына кемпірдің көлік көргені анық. Содан соң жаңа басшының көлігіндей десе Волга болғаны, алайда ондай көлікті ауыл адамдары міне алмайды, өйткені ол заманда басшылық пен байлар мінетін қымбат көлік. Қазір тап сол көлікті мінуге біздің қазақ арланады, тіпті көлік деп санамай қара жұмысқа тебеді. Соған қарағанда мына көліктің шеттен келгені белгілі еді. Ауылда ондай көлік жоқ. Осылайша тапаншасын сайлап барған тергеушілер Адамжардың үйінен бос қайтты. Одан ғимаратқа келгенде Мұрат Адамжарұлы жұмыста жоқ деген Қызылордадан факс жетті. Демек, Мурка Богатырь дегенің қалаға кеткен ол жігіт бұрыннан қалада жүр. Мына Адамжардың қалаға барып қайтып жүргені де сол жігіт. Негізі ол да жас бала, мұншама қулықты қайдан біледі деңіз? Бірақ оның 3 рет отырып шыққан рецидивист ағасы бар. Алайда сол түрмешік пен мына Ажардың одан Мурканың арасында қандай байланыс бар? Мүмкін марқұм баланы сол кісі өлтірген шығар. Не десе де қазірше күдіктілер осы үшеуі болып тұр. Сонымен қалалық бөлімшеге хабар берген тергеушілер фоторобот жасатып таратып жіберді. Бұл сырт көзге көрінбейтін ұсақ-түйек нәрселер болғанымен ол заманғы күрделі жұмыс. Мысалға, бір қылмыскердің фотороботын жасау үшін суретші мамандар бірнеше рет сурет сызып шығарады. Кейде тіпті жүздеп те сызады. Өйткені сурет сол адамның жасы мен көзін нақты көрсетуі керек. Әйтпесе бөтен адамның басы дауға қалып, күдікке ілініп кетуі мүмкін. Сондай-ақ кез келген қылмыстың мерзімі болады. Мерзім жақындаған сайын тергеушілерден сабыр кетеді. Себебі жоғарыда желкелерінен төмпештеп сұрап отыратын басшылар болады. Олар айғайлайды, ұрсады, уақыт кетіп жатыр, сендер әлі жүрсіңдер деп жер-жебіріне жетеді. Сол үшін кей кездерде жазықсыз біреулер сотталып кетіп отырады. Ескі жүйеден қалған мұндай сорақылық осы күні де бар. Ол заманда кеңес түрмелерінде жалған жаламен жазықсыз отыру мыңдаған адамдар болған. Алайда мына капитан ондай сорақылықтан қорқады. Біреудің көз жасына қалғысы келмейді, және де мұның қолында күдіктілердің шеңбері бар. Олар Мұрат және оның рецидивист ағасы. Сосын мына Томаштың келіні Ажар деген әдемі келіншек болатын. Алайда ауылда жүрген Ажарды бас салып кісендеуге тағы болмайды. Бір жылдары бір жігітпен жүріпті деп күдікті ретінде тұтқындау өте әбестік болады. Ол үшін нақты дәлел керек. Әне сол дәлел мына тергеушілердің қолында жоқ. Ал енді қалада жүрген Мурканы құрықтау операциясы басталды. Сондай-ақ Қызылордадағы жұмыс орнына екінші қайтара сұрау салғанда Мұрат Адамжарұлының аты жөні бар, алайда соңғы жарты жылда өзін ешкім көрмеген, яғни жұмысқа келмеген деген хабар келді. Осыдан кейін тергеу бастығы фотороботқа жасыл түс берді. Бұл деген сөз бүгіннен бастап барлық жерге тентек Мұраттың суреттері ілінеді деген сөз. Демек, мұнан кейінгі Мұраттың ісіне осы капитан тікелей жауапты болады. Егер кінәсін дәлелдесе, мақтау алады, шені өседі. Ал егер дәлелдей алмаса, жұмыстан қумаса да абыройына нұқсан келеді. Осылайша ауылдағы тергеушілер Қазақстанның қай бұрышынан хабар келеді деп күтіп жатқанда, мына ауылдан тағы бір шу шықты.
Сол баяғы абайдың қатарластары қақ жарылып төбелесіп бірін бірі итше талаған дейді. Бұл оңбағандар өзара ымыраға келген еді. Қайтадан жау шапты, әйтпесе бәрі бірге жүрген жігіттер ғой, деп өкпелі сөйлеген директор ғимаратқа кірді. Бір қызығы, облыстан келген милицияларды сол жігіттер көріп жүр, сонда да түнде шығып қырғын салған. Анау өзеннің бойына барып бірін бірі қан жосағып төмбештеген дейді. Қазақ деген текті халық, дегенмен тентек халық. Бірге оқып қатар жүргендер бірін бірі аямапты. Директор мырза, бұл төбелеске не себеп болды екен, деп сұрады тергеу бастығы. Ой, итін біліп пе, араққа тойып алған иттің балаларына себептің керегі жоқ, өңшең әпер бақан жындылар ғой, деген директор әлде бір қағазды ақтарып іздеп жатты. Сол аралықта айғай салып ғимарат алдына 2-3 кемпір жетті. Олардың соңдарынан тағы біреулер келді. Сөйтіп түнде төбелескен жігіттердің аналары аулада тұрып бет жыртысып бастады. Оларды көрген директор көмекшілерін ертіп тұра жүгірді. Бас аяғы 15 минутта ғимараттың алды кемпір шалдарға толды. Содан соң бір-біріне айқұлақша кіжініп айғайласып бастады. Тіпті тұра ұмтылып қолдарына кесек алғандары да болды. Міне, балақайлар, біздің қазағым осындай халық, деді терезеден қарап күбірлеген капитан. Екінші қабаттың терезесінен сығалаған тергеушілер жаға ұстап жатты. Ал алаңдағы екі топ қақ жарылды. Ауыздарына ақ ет кіріп көк ет шықты. Әй милиция, қолыңнан поқ келмесе, біздің ауылда не қып жүрсің? Баламның жағын сындырды, деп бақырды терезе жаққа қараған бір кемпір. Оған тоқтай қалып, бастарын көтерген біраз қатын шу ете қалды. Сонда араларынан жаулығы жалбыраған бірі жақындап, директордың бір жеріне тығылмай шығыңдар бері, деп айғай салды. Оны көрген совхоз басшылығы бірінен кейін біріне жалынып әуреге түсті. Алайда ашулы аналар тоқтай қоймады, одан сайын өрши берді. Есесіне, әй дәрігүл көкбет, сенің қызың босағама қатын боп келді, кімге өкпелейсің, деп бір қатын айтып салды. Онысына шулаған кемпірлер арасынан, балаң ез болса, маған емес Құдайға өкпеле, деген жауап алды. Осыдан кейін екі қатын жаға ұстасып бет жыртысты. Ауыздарынан ақ көбік пен көк көбік қатар шықты. Қызыл тілдері сумаңдап біраз жерге барды. Сенің қызың бұзық, дейді біріншісі. Сенің балаң ез, дейді екіншісі. Бәрін айтты, бірін айт. Сол екі қатын біраз сабасты. Одан беріде тағы біреулер шаш жұлысты. Сөйтіп түндегі жігіттердің төбелесін ауыл қатындары жалғастырды. Әбүйір болғанда араша сұраған директорлар жағы ажыратып тынды. Оған ашуы келген бір қатын ғимаратқа лап қойды. Есігін жұлқып жіберіп, екінші қабатқа көтерілді. Одан есікке жеткенде әй-шәй жоқ айғайға басып, менің баламның жағын сындырған, анау зәуреш қатынның бұзық қызы үшін болған, соттаңдар, қане соттаңдар, деп айтып салды. Құдай-ау, қазақтың қатындары көтерілмесін, олар көтерілсе, құтырған түйеңіз ойнамай қалады, деген осы. Ашуға болыққан қатынның түрі жаман еді. Анау ғой, кім баласының жағын сындыртып қойып қарап тұрды. Ау апа, сіз ашуға берілмеңіз, өзіңізді басыңыз. Бұзақыларды соттау үшін арыз шағым керек, жазасыз ба, деп сұрады тергеу бастығы алдында қағаз бен қаламды көрсетіп. Оған директор қарсы ауылдағы ақсақалдарға салғысы келеді. Бұл ауылда бұрыннан сондай, кеңестің заңы жоқ, ақсақалдардың шешімі бар. Дегенмен осы келген қатын өкпелеп отырып біраз әңгіме айтып кетті. Бұл енді біреулер үшін өсек болса, тергеушілер үшін құнды ақпарат деді. Алайда арыз жоқ жерде қылмыс жоқ, жағы сынған бала да жоқ. Сөйтсе, қатын жібергендер жағы әлде кімдерді төмпештеген. Оған себеп арадағы қаңқу өсек гәптің бәрі анау марқұм балада жатыр. Сол баладан қалған қатындар, дегендей әңгімелер болған. Оның соңы намыстанған жігіттер соққыға жыққан. Қызық екен, бұзақы баланың істегені рас болса, неге ешқандай қыз шағымданбаған? Мысалға, анау алаңда айғайлап тұрған қатын сол кезде қайда болды? Қызымды қорлады деп байбалам салып арыз жазбай ма? Әлде ол баланың артында көк тіреп тұрған біреулер болған ба? Деді капитан таңғалып. Сөйтіп, алдына кірген ашулы қатыннан құтылғанда отырып алып ойлана бастады. Ойланбай қайтсын, естуінше зорланған қыздардың саны 10-нан асып 20-ға жетеді. Бірақ сол жігіт мені зорлады деп шағымданған бірде-бір қыз жоқ. Сонда қалай? Мұның сорақысы сол баламның жағын сындырды дейді, бірақ арыз жазудан бас тартады. Мысалға, мына кірген қатын арыз шағымды ұят санайды.
басын шайқап директорға жалтақтап отырды. Соңында ақсақалдар шешіп берсін, баламды емдетіп берсін деп шарт қойып кетті. Құдай-ау, қатындарына дейін арыз жазбайтын намысшыл бұл қандай ауыл сонда? Жазбаймын, заявщик деп жаман көреді деме құрсын. Заявщиктерді арыз қойлар деп армия мен түрмеде жаман көреді. Сонда бұл ауыл түрме заңымен жүріп тұра ма? Кең байтақ кеңес одағында мұндай ауыл көрсем көзім шықсын. Социализмнің келгеніне жарты ғасыр болды. Алда коммунизм деп көпіріп жатырмыз. Бұл ауыл болса әлі сол баяғы дала заңымен жасап жатыр. Әй, менің қазағым-ай, деп басын шайқады капитан. Тоқташы қане, мұның бәрі марқұмның соңынан ерген қауесет шығар. Директор мырза, сіз маған мынаны айтыңызшы, анау кісілердің айтқандары рас болса, бұл ауылда заң жоқ па? Деп сұрады тергеу басшысы. Заң неге жоқ? Заң бар ғой. Бірақ бұл ауылда дала заңы деген қағида бар. Екі жақты ақсақалдар өзара ымыраға тартады, деді директор. Алайда әлдене есіне түскенде жаңа басшының іші қылп ете қалды. Осынан біраз бұрын қарт кісі баланың мүрдесін қозғамаңдар деп айтқан еді. Тап мына айқай-шу соның бастамасы сияқты. Бәлкім жақсының айтқаны келмей, жаманның сандырағы келгені осы болар. Не десе де бүгінгі айқай мына ауылды жақсылыққа апармайды. Таласып, тартысып жүріп, басшы болды, соңында жалғыз өзі қалмаса игі еді. Себебі демеушісі болған жалғыз ағасы Томаш ақсақалды бұл сорлы көрмейді. Кешірім сұрап, кіші болуға мансабы мен кісілігі жібермейді. Баламды желкесінен ұрды деп ол жүрсе, құйрығына теппегеніме шүкір айтсын деп бұл жүр. Құдай қос қолдап ұрайын десе, пендесі осылай адасады. Әйтеуір туған ағалы інілі біраз болды, бірін бірі көрмейді. Сөйтіп жүргенде ауыл ыдырап кетсе, қызықтың көкесі болады. Пәленкестің баласы басшы болып, бәрін жеп құртты деген қандай жаман сөз. Әй қайдам, қария айтты қойды дей салайын. Әйтпесе мынандай үлкен ауылдың болашақта жұрнағы қалмайды дегенге кім сенеді? Мәйітін қозғамайтындай соншама ол бала кім? Ұлы Шыңғыстың ұрпағы ма еді? Осылайша өзін өзі жұбатқан директор күн кеш болғанда ғимараттан шықты. Содан соң жан-жағына қарап қойып, көлігіне отырғанда, көрші ауылға барайық, деді жүргізуші жігітке. Жазған құлда шара бар ма, бала жолға шықты. Жүйткіп отырып көріп кел деген қарияның есігінің алдына тоқтады. Ой, інім, мен саған айттым ғой, сенің ауылың түгілі мына елдің жұрнағы қалмайды дегенде, астапыралла деген директор жағасын ұстап. Ақсақал, ол қалай болғаны? Сонда не болады айтыңызшы? Әлде анау Жапониядағыдай атом бомбасы ма? Деп аңырап қалды. Қайдағы бомбаны айтасың, інім-ау? Бомбадан да қауіпті адамдар келеді. Олар ауылдардан бастап қалаларға дейін тонайды. Жердің үстіне қойып астына дейін қазады. Аз қалды, міне аз қалды, деген қария теріс айналды. Сонда 3 сомдықтың біреуін алдына қойған директор шығып тайып тұрды. Әй бала, мына шал сандырақтап кетеді екен, енді келмеспін деп өкпеледі көлікке отыра бергенде. Сонда қалай болғаны? Біздің елге атом бомбасы түсеме десем жоқ дейді. Ой, бір қуғынбай шал екен-ау сабазың. Ал енді директор мұнда әуре боп жүргенде жан-жаққа фоторобот жіберген тергеушілерге Қызылордадан жауап келді. Мұрат Адамжарұлы осы мекемеде жұмыс істегенмен басшылықпен келісіп соңғы 6 айда төбе көрсетпеген, бірақ ай сайынғы жалақысы жүріп тұрған. Бұл ішкі тексеріс барысында анықталған заң бұзушылық депті. Алайда тап қазір қайда жүргенін ешкім білмейді. Мұндай жемқорлық қазір де бар, тіпті ақша беріп оқуға бармай жүре беретін студенттер де бар. Бірақ күдікті баланың 6 ай жұмысқа бармағанына не себеп? Жолдас капитан, мына келген ақпаратты қараңыз. Күдікті Мұрат Адамжарұлының рецидивист нағашысы мен марқұм Мұзақы бала бір түрмеде отырыпты. Мүмкін Ажар деген келіншектің қатысы жоқ шығар, деді есіктен кірген көмекші жігіт. Мен олай ойламаймын, балақай. Әйтпесе марқұмның қолында әйелдің шашы қайдан жүр? Меніңше қылмыс картинасы былай болған. Қылмыскер жалғыз болмаған, екеу немесе үшеу болған. Содан соң олардың араларында әйелдің болғаны анық. Олай болса негізі қылмыс әйелдің үстінде болған. Сонда жаңа келген ақпаратқа тағы бір қараған көмекші қолындағы қағазды тергеу бастығының алдына қойды. Рас екен, Адамжар деген қылмыскер мен марқұм бала бір түрмеде 3 жылдай отырған. Капитан қолындағы қағазға үңіліп қарап алды да: Адамжар, Қожамжар, Қадамжар дейді. Қарашы, лейтенант, біздің қазақ ат қойғышақ,
ұйқастырып кете береді. Мысалға, мына 3 ағайындылардың өмір жолдары әртүрлі. Қожамжарың әу баста чекист болған, одан жоғары сотты жағалап, сонда жұмыс істеп зейнетке шыққан. Оның баласы мен немересі бәрі осы күні жоғары сот пен прокуратурада отыр. Әке көрген оқшонар дегені осы ғой. Бірақ адамжарың мұғалім қатынға күні қараған жалқау болса, қадамжарың қылмыскер. Бір анадан ала да туады, құла да туады дейді, ол рас. Жолдас капитан, сіз шатасып кеттіңіз. Зейнеткер Қожамжардың Адамжар деген інісі емес, күйеу баласы, деп түзетті жас лейтенант. Жоқ, балақай, ол сенің ойың болсын. Менің ойым басқаша. Өзі жоғары сотта жүрген соң істі болған інілеріне басқа құжаттар жасатқан, әйтпесе тап осы үшеуі ағалы інілілер, деді капитан. Бірақ мұны бәрін уақыт көрсетеді. Күткеннен басқа амал жоқ. Жан-жаққа іздестіру шараларын жібергендеріне апта болды, ешқандай хабар жоқ. Ол заман сондай заман. Кең байтақ кеңес одағы деген бар. Мысалға, ауылдан іздеген қылмыскерің Алтайдан шығуы мүмкін, болмаса Мәскеуден немесе Ташкенттен шығуы мүмкін. Бұл дегені ине мен құдық қазғандай өте қиын тірлік. Сондай бір қаладан хабар келмегенше, бұл үшеуінің күткеннен басқа амалы жоқ. Кеңестер елінде 200 мыңдай ауыл бар. Сол ауылдардың біріне барып, орыс қатынның қойнына тығылып жатқан қаншама қылмыскер бар. Алайда қол қусырып күтіп отыра беруге де болмайды. Арнайы жіберген облыс ақша төлеп жатыр. Бұларды білікті маман деп осы жұмысты тапсырған. Жолдас капитан, мүмкін Ажар Әметқызын шақырып сұрақ жауап алармыз, деген жас жігіт ойын айтты. Мен де соны ойлап отырмын, бірақ олай болса басты қылмыскерден айырылып қалуымыз мүмкін, деді капитан. Ендеше қандай жолы бар, не істейміз, деп жас көмекші тағы да сұрады. Не істегенде бірінші Адамжардың тұқымы қайда кеткенін анықтасақ деп отырмын. Ажар Әметқызы содан кейінгі мәселе, деді капитан. Ал енді арадан көп өтпей Адамжар жайлы ақпарат келді. Алматының Жетісу деген жерінде отбасымен қонақта жүр. Мұндағы туысқандары жақсы тұрады. Ауылдан алып кеткен көлік осылардың көлігі. Бұл жерде қанша күн болатындары белгісіз. Содан соң күдікті Мұрат Адамжарұлы бұл жерде емес, қайда жүргені жайлы ақпарат жоқ, депті. Міне балақай, енді сен айтқан Ажардан сұрақ жауап алсақ болады, деді Адамжар жайлы ақпарат жазылған қағазды оқып шыққан тергеу бастығы. Бұл сонау Алматы облыстық ішкі істер департаментінен келген құнды қағаз. Ол заманда осындай жолмен ақпарат жинайды. Жергілікті милиция бөлімшесі егжей-тегжейлі тексеріп, сұрау салған жаққа жауап береді. Балақай, басың салбырап қалғанына қарағанда, әдемі Ажарды қимай отырған сияқтысың, деп қалжыңдады капитан. Онысына басын көтеріп алған лейтенант: жоқ басеке, қылмыс ашылып күдіктінің тиісті жазасын алғаны жақсы ғой, деген көмекші ақтала бастады. Ал енді сол Ажарға сен барасың, деген капитан сонда лейтенантқа бұрылды. Мен бе, жолдас капитан? Иә, тап сен. Өйткені сен онымен тілдесіп көрдің. Соңынан моншаға кіріп шықтың. Өкінішке орай алданып қалдың. Сол үшін барасың. Бірақ есіңде болсын, алдап әкелгенің дұрыс болады. Өйткені біздің қолымызда тұтқындайтын ордер жоқ, деді капитан. Бұл негізі өте қолайлы сәт болатын. Томаш ақсақал ауданға кеткен, кемпір мен бала науқас. Інісі дейтін жаңа директор да орнында жоқ еді. Осы кезде Ажар келінді алдап әкеліп капитанның өзі тергеп көрсе, бұл тәжірибелі адам бір сөзден ақ күнәһар екенін біле алады. Сонымен көлікке секірген лейтенант Томаш ақсақалдың үйіне тартты. Одан көп өтпей басына орамал байлаған әдемі келіншекті ертіп келе жатты. Оларды көргенде екінші қабаттың терезесінен сығалап тұрған капитан таң қалды. Мына қыз аяғын нық басып, емін еркін келе жатыр. Айтшы балақай, күдікті адам осылай келе ала ма, деп сұрады жанындағы баладан. Сонда, қане басеке, қайда, кім келе жатыр, деген көмекші бала тұрып терезеден үңілді. Капитанның сөзі рас еді. Ажар Әметқызы лейтенантпен қатарласып ғимаратқа келе жатты. Жүрісінен қорқыныш та, үрей де байқалмайды. Мұндайда жақсылап ойлану керек, өйткені бай бар, үй-жайы бар келіншек бөтен біреудің кеттік дегеніне еріп кете бере ме? Негізі капитан қызды келмейді деп ойлаған, тіпті осыдан кейін үйің аңдып отырмаса қашып кетеді деп топшылаған болатын. Алайда жас лейтенанттың не айтқаны белгісіз, әдемі келіншекті соңына ертіп алыпты. Екеуі қатарласа келіп кабинетке кірді. Сонда ғана ұялған сыңай танытқан келіншек: сәлеметсіздер ме, деп жан-жағына аңтарыла қарады.
Останақ лейтенант оны алдап әкелгені белгілі болды. Бірақ не деді екен? Жалғызбын, бірер сұрақтары бар деген шығар. Айлакер Ажар жас лейтенантты алдап құтыла салайын деп келген шығар. Бәлкім аңтарылып тұрғанның себебі де сол шығар. Қош, Ажар Әметқызы, аман десем барсыз ба? Қош көрдік, деді сонда тұрған үстелге отыра кеткен капитан. Сәлеметсіз бе? Сәлемет, қарындасым, сәлеметпіз. Ақсақал қалай? Сосын біздің коллега Абай ініміздің денсаулығы қалай деп сұрады тергеу бастығы. Жақсы, аға, жақсы деген қыз көзі жыпылықтап күбірлей берді. Ажар Әметқызы, сізге бір-екі сұрағымыз бар еді. Бола ма? Басын төмен салған келіншек үндемеді. Ажар Әметқызы, сіз Адамжар дегеннің баласы Мұратты соңғы рет қашан көрдіңіз? Деп сұрады капитан. Келіншек бұған да жауап бермеді. Есесіне ойланған кейіпте иығын қысқан болды. Ажар Әметқызы, сіз менің сұрағыма жауап бересіз ба? Жауап бергенде не дейін? Қашан және қайда көргенім есімде жоқ, деді келіншек. Жарайды, осы жауабыңызды қағазға түртіп қояйын. Ендеше сіз маған мынаны айтыңыз, сіз күйеуіңіз Абай Томашұлын қалаға апардыңыз, сонда қандай емханаға апардыңыз? Емхана берген құжат бар ма? Деп сұрады тергеу бастығы. Иә, доктор берген құжат бар, бірақ үйде. Мен оны қаладағы кардиологияға апардым. Абайдың жүрегінде ақау бар. Ажар Әметқызы, сөзіңіз дұрыс, бірақ мен сізге тағы бір сұрақ қояйын. Сіз оған нақты жауап беруге тырысыңыз. Сол қалаға барғанда Мұрат Адамжарұлын көрдіңіз бе? Деген капитанның түрі сұстанып дауысы зілді шықты. Осы кезде қыздың көзі аларып кетті. Ал тесіле қараған капитан көз алмай отыра берді. Арадан бірер секунд уақыт өтті. Капитан сөйлеп бастады. Сен екеуің кабинеттен шығыңдар. Жоқ, мына ғимараттан шығып кетіңдер. Қаласаңдар, өзенге барып шомылып қайтыңдар. Біз қарындасым екеуміз әңгіме соғамыз, деп екі көмекшісін шығарып жіберді. Содан соң Ажардың көзіне тесіле қарап, қарындасым, мен бәрін білемін. Сіз жайлы барлық ақпарат қолымда бар. Егер де сіз маған сенім артсаңыз, мен сізге көмек беруге дайынмын. Ол үшін, бірақ сіз өтірік айтпауыңыз керек. Сұрақтарыма нақты жауап беруіңіз керек, деді капитан. Оған қыз келістім дегендей басын изеді. Сонымен қалаға барғанда сіз Мурканы көрдіңіз, солай ма? Көрдім, аға, көрдім. Бірақ менің қазір күйеуім бар. Сосын сіз менің атамды білесіз ғой, ашуы жаман адам, деді қыз. Ажар Әметқызы, сіз ол жағынан қорықпаңыз. Арамыздағы айтылған әңгімелер осы жерде қалады. Алайда мен сізге ескертемін, ол үшін сіз маған қандай болды, тап сондай қылып айтып беруіңіз керек, келістік па? Сонда ғана мен сізге көмектесе алам, деді капитан. Тырнағын шұқылаған қыз мұрнын тартып мойын болды. Дұрыс, қарындасым, дұрыс. Ал енді сізге мынандай сұрақ. Марқұм баламен араңызда байланыс бар ма? Жоқ, командир аға, жоқ, ол баламен арамызда ештеңе жоқ, деген қыз шырпыр болды. Сонда ғана түсін жібіткен капитан. Ендеше мына қағазға қол қойып беріңіз, бұл ауылдан шығуға болмайды деген құжат. Тергеу амалдары біткенше сіз ешқайда кетпеуіңіз керек. Қаласаңыз, бұл жайлы Томаш ақсақалға өзіңіз айтыңыз, егер айтқыңыз келмесе айтпай-ақ қойыңыз. Біз ол кісіге ештеңе айтпаймыз. Уәдеміз уәде, қарындасым. Содан соң сіз маған алдағы күндері Мұрат Адамжарұлын құрықтауға көмектесесіз. Түсіндіңіз ба? Ал енді орамалыңызды шешіп, шашыңыздан сынамаға беріңіз. Ол бізге ауадай қажет, деген капитан терезе алдына барып теріс қарап тұра қалды. Аға, мен шашымды бүгін ғана бояп едім, деп қипақтап бастады. Ештеңе етпейді, қарындасым. Бізге шашыңыздың түсі керек емес, бізге генетикалық құрамы керек, деген капитан иегін созып үстел үстінде жатқан целлофанды көрсетті. Алайда саусақтары дірілдеген қыз басы салбырап отыра берді. Сондай-ақ екі көзінен үзіліп түскен тамшы жас көрінді. Жыламаңыз, қарындас, сіз бұлай жылап егілмеңіз. Көзіңіз қызарып ісіп кетсе, үйіңіздегі ақсақалмен күйеуіңіз күдіктеніп қалады. Сіз екеуміз келістік қой. Біздің сөйлескенімізді ешкім білмеуі керек. Сол үшін біз сізді Томаш ақсақал жоқ кезде алдырдық, және де жасырын алдырдық. Ал енді тездетіңіз. Жауһар шашыңыздан 3 талын беріңіз. Әйтпесе, совхоз басшысының келетін уақыты болды, көріп қояды. Ол сіздің қайнағаңыз ғой, деген капитан
целлофанды ашып тұрып алды. Сонда бұрымынан бірнеше тал үзіп берген келіншек: «Аға, сіз маған шынымен де көмектесесіз бе? Шынымен де ешкім білмей қала ма?» деп сұрады. «Әрине қарындасым, сен өзің біреуге айтпасаң, біз айтпаймыз» деген тергеу басшысы шаш салынған целлофанды апарып сейфке салды. «Болды аға, сіз мені құтқарыңызшы, мен сізге сенемін» деген келіншек шығып зып берді. Сонан соң ғимарат алаңында туфлиін тықылдатып ажар қыз суыт жүріп бара жатты. Бәлкім 15 күн созғанша әу бастан-ақ ажарды шақырып неге тергемеді екен? Қит етсе, бейшара қыз бәрін де мойнына алайын деп тұр ғой. Ал маған несі қалды дейтіндер табылар. Жоқ ағайын, кәсіби тергеуші деген жан-жақты тексеріп барып қозғалады. Кәсіби тергеуші асығыс қимылдап істі насырға шаптырмайды. Өйткені мына капитанға бұзақы баланы бірнеше адамның өлтіргені анық, мүмкін олардың арасында анау бара жатқан ажар да бар шығар. Алайда мына ажарды ондай қылмысқа не мәжбүрледі, немесе кім мәжбүрледі? Әлде бұл бейшара қыз ессіз ғашығы Мурка үшін сондай қадамға барды ма? Бәлкім арын сақтап қалу үшін солай жасады ма? Марқұм баланың қыздарға өш болғанын ескерсек, ол да мүмкін. Өзен бойына қорқытып апарып зорламақшы болған шығар, кім білсін. Мына капитан өмірінде талай сұмдықтарды көрген, жігіті үшін барлығын мойнына алған қызды да көрді. Баласының ісін мен істедім деп сотталған әкені де көрді. Тіпті көңілдесі үшін қамалған қатынды да көрді. Демек, асықпай бәрін тексеріп, кінәсіз болса мына ажарды алып қалуы керек. Қазақтың қызын соттатқанда не табады? Сонша қызды бүлдірген анау бұзақының обалы бар ма? Ол жағын сіздерге қалдырдым. Біз жақта қылмыстық іс жалғасуда. Өйткені басты күдікті бостандықта жүр. Жалғасы бар.